ең пайдалы жемістердің бірі деп құрманы бекер айтпайды. Бар болғаны күніне бірнеше түйір құрма жесеңіз, ағзаңызда көптеген жағымды өзгерістер басталады. Құрманың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екені, оның калориясы, қандай емді қасиеттері бар екені көпшілікті қызықтырады. Кейбірі арықтауға көмектесе ме деп сұрайды, енді бірі күніне қанша жеу керек екенін білгісі келеді. Құрма пальмасында өсетін жеміс. Ол әсіресе Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдерінде кең таралған. Құрманың түрлері көп болғандықтан түсі де, дәмі де әртүрлі болады. Кейбірі қызғылт, кейбірі қоңыр немесе сарғыш келеді. Ал дәмі мен жұмсақтығы оның құрамындағы табиғи қантқа байланысты. Бұл жемістің басты ерекшелігі құрамында ағзаға қажет негізгі қоректік заттардың барлығы дерлік бар. Құрма тез қуат береді, бірақ ауырлатпайды. Онда калий, магний, кальций, темір, фосфор секілді минералдар